Қандай керемет! Бірнеше жыл бұрын бұл мүмкін емес еді. Сіз мұны елестете аласыз ба? Мен жай ғана телефон нөмірімді жеке сәйкестендіру нөміріне электрондық үкімет порталында бекіттім. Бұл өте оңай. Жеке кабинетке кіресің, бәрі оңай. Сәбиді өмірге әкеліп, әлі перзентханада жатқан кезіңізде Туу туралы куәлік жасатуға SMS ұсыныс келеді. Балаңыздың аты жөнін жазып, SMS жауап жолдайсыз. Сізге тағы ісіміз келеді. Сәбиді балабақша кезегіне қояйық па? Әрине. Жәрдемақыларды да осылай рәсімдеуді қалайсыз ба? сол да сөз боп па? Әрине. Шот нөмірін жіберсеңіз жеткілікті. Сізге тағы SMS. Балаңызды тұрғылықты жер бойынша тіркейік. Сіздер мен үшін барлық шаруаны тындырып қойдыңыздар. Мәссаған. Проактивті мемлекет деген осы. Ең бастысы, мобильді азаматтар базасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Азаматтарға арналған үкімет. Біз сіздің уақытыңыз бен күшіңізді үнемдеу үшін жұмыс істейміз.